Сәлеметсіздер ме? Бүгін менің YouTube асханамда өзбектің ұлттық тағамдарының бірін дайындайтын боламыз. Алдымен бізге осындай лаваштар қажет болады. Менің каналымда лаваштың дайындалу жолы бар. Каналыма тіркеліп көрсеңіздер болады. Бір килограмдай картошкамызды осылай майдалап үкіштен өткізіп аламыз. Үкіштен өткізіп осылай дайындап қоямыз. Қызып тұрған табамызға майымызды құйып, қыздырып, пиязымызды салып, жақсылап қуырып аламыз. Пияздарыңызды қалауларыңызша турай берсеңіздер болады. Менде майы аз болып қалды. Сіздер көбірек май құйып істесеңіздер, тамақтарыңыз кішкене майлылау болады. Менде сәл құрғақтау болып шықты. Пияздарыңызды осылай жақсылап қуырып болған соң, үстіне 300 грамдай фаршымызды саламыз. Фаршымызды жақсылап араластырып аламыз. Үкіштен өткізілген картоптарымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Сіздер картоптың орнына сәбіз салсаңыздар да болады. Сәбізді теркадан өткізіп, осылай қуырып аласыздар. Осылай қолмалап үстіне қарабұрыш, тұз салып, тағы да араластырамыз. Кез келген дәмдеуіштерді сала берсеңіздер болады.
Енді табанымызды қыздырып, кішкене май құйып, лаваштарымызды салып аламыз. Лаваштың үстіне осылай дайын болған етімізді саламыз. Үстіне тағы лаваш қоямыз, аударамыз. Осылай сіздер барлық лаваштардың бәрін пісіріп аласыздар. Лаваштарымыз піскен соң, ыстық күйінде осылай орайсыздар. Менде бәрі түспей қалыпты. Осылай дастарханға сіңсеңіз де болады. Ас болсын.